Ассалаумағалейкум Мақсат мырза. Сізбен сөйлесіп тұрған фельдшер хан келді. Көрімдігіңіз дайын ба? Уағалейкум ассалам досым. Дипломың құтты болсын. Көрімдік менен. Сенші досым, диплом алдың ба? Я, алдым. Қазір сен жаққа барамын. Күт. О, құтты болсын. Болашақ әкім мырза. Күтем. О, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ал, құтты болсын дипломың. Рахмет, сенің де. Немене бетперде тағып алғансың? Қорықпа, бізге ауру жұқпайды. Қатырасың досым. Біз терминатор емеспіз ғой. Менде міне жаңа тағы біреуі бар. Тағы бол. Жарайды, әкел. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейсің ғой. Иә. Мақсат, жаңа Асқат ағам түскі асқа шақырып қойды. Жүр сол үйден түскі ас ішіп, сосын мен ауылға қайтайын. Барсақ барайық. Сен ауылға қайтатын болдың ба? Иә, қазір ауылдарда дәрігерлер жетіспей жатыр дейді ғой. Барсан жұмысқа алып, дипломын ауылға бағдарламасымен оның үстіне 200 мың теңге ақша береді дейді. Басқа не керек? Сонда мә деп құр бос бере салмайтын шығар. Әрине, үйдің ақшасын пайызсыз 15 жылда қайтарсан болды. Ал 200 мыңды қайтармайсың. Тек бір-ақ шарты бар. 3 жыл сол ауылда жұмыс жасауың керек. Жақсы екен. Иә, қалған әңгімен жүр, Асқат ағамдікінде айтамыз. Кет. Долып Асқат аға. Рахмет Мақсат. Қолынан жеріп бермесін. Әмин, айтқан келсін. Батырлар, сонымен диплом алдыңдар. Жатақхананы өткіздіңдер. Несіме ойларың бар? Мен дипломмен ауылға бағдарламасымен ауылға баратын болып шештім. Дұрыс. Мақсат, сен ше? Білмеймін аға. Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығымен әкімдікке ғана жұмысқа кіре аламын. Тек қалада үйім жоқ, оның үстіне жалақысы да төмен. Бір досым көлік жууға шақырған. Жалақысы тұрақты, күнделікті. Тұратын жерінде береді деп. Бәлкім сонда баратын шығармын. Сонда қалада туыстарың жоқ па? Қайдан болсын? Ол балалар үйінің ғой. Үй хан келді. Қатты айтпасашы. Бәрі дұрыс аға. Құлағым бұл сөзге де үйреніп қалды. Хан келді құсап, дәрігерді оқысам ғой. Қазір мен де ауылға жұмысқа тұрып баспанамды алар едім. Сен білмеуші ме? Мені Биылдан бастап ауыл әкімдіктерінде жұмыс істейтін мамандарға да дипломмен ауылға бағдарламасымен үй алуға болады ғой. Шарттар дәл дәрігерлердікіндей. рас айтып тұрсыз ба аға? Әрине, теледидарда бір әйел хабарлама жасаған, өзің көрдің. Асқат аға, қуантып қойдыңыз ғой. Хан келді. Онда мен де сенімен бірге ауылға барамын. Әкімдікке кіріп бақ, мен ұмытып кетпе. Осы сенің айтпайтының жоқ, досым. Батырлар, еңбек жолын ауылдан бастайын дегендерге мен де қуанып отырмын. Сендерге айтарым, жұмыстарыңды адал істеңдер. Қиындықтан қашпай, керісінше қайраттылық танытыңдар. Ал бастысы өтірік айтпаңдар. Халық өтірікті бірден сезеді. Ұқтыңдар ма? Ал онда жолдарың болсын. Ағаларыңды ұмытпай қоныс тойларыңа шақырыңдар. Ауылдан адам кеткенменен адамнан ауыл кетпейді деген рас екен ғой. Ауыл аймақ аман болсын.